ара-бері жүре береді. Bir кезде ентелеген бір жігіт шығып, дейді. Сөзін айтып болар-болмас уақытта артынан екінші ұлы шығып, байлыққа мен үлесім мол, жастайымнан мал бақ, мен жинадым, дейді. Иық тіресіп жағар жұрт суға дейін барған балаларын көріп, әкесінің мазасы кете бастайды. Сол кезде үшінші ұлы, бар байлығыңызды тең бөліп беріңіз, мен ағалардың етінен қорқайын дедім, деп ойын айтады. Сонда әкесі, мен қаншалық ел бақтым, жер бақтым, бір үйдің балалары байлыққа таласады деп еш ойламаппын. Мына мысал байқап көріңдерші. Мына бір бұлма шыбықты сындырып көріңдерші шығарып. Ал енді мұны бұрман шешіп сындырып көріңдерші. Көрдіңдер ме, сендер бірге